келдік, бекіттік. Бір көзше жоғары көтереміз. Тоқымамызды бұрамыз. Енді керісінше жаққа қарай тоқимыз, бірақ та орамсыз бағандар тоқимыз. Міне. Өстіп орамсыз бағандар тоқимыз. Мен мына жерде міне маркер тақтым. Ол маркер дегеніміз қай жерге қоямыз ол маркерді. Міне бағана қысқартқан жер бар. Е? Міне қараңыздар. Екі айыр болып тұр мына жерде міне. Көресіздер өздеріңіз. Сол жерден содан кейін міне. Мынадан кейінгі 1, 2, 3, 4 петля. 4 көзше санайсыздар. Сол жерге маркер не болмаса жіп, басқа түсті жіп тағып қойасыздар. Мына қарсы жақта да тура солай. Міне. Мына жерде менде, міне қарасаңыздар. Міне басқа жерде ондай жоқ. Міне мына жерде менде қысқартқан жер. Ең шеткі қысқартқан жер. Содан бастап 1, 2, 3, 4. Сол жерге маркер тағып қоямыз. Түсіп қалмасын маркерларыңыз. Осы маркер таққан жерге дейін, міне мынау жерге дейін. Міне маркер тақтың, енді маркер таққан көзшенің жанына дейін тоқып келеміз. Орамсыз бағандар тоқимыз о жерге дейін. Осылайна тоқып отырып, маркердің жанына дейін орамсыз баған тоқитын боламыз. Міне маркердің жанына дейін тоқыдым. Маркерімді алып тастаймын. Енді осы қатар тұрған екеуін қысқартамыз. Бұл жерде орамсыз қысқартамыз. Ол қалай? Міне орам жасамаймыз, міне алып шығамыз. Келесі жандағы да орам жасамаймыз. Ар жағынан жұмыс жіпті алып шығамыз. Екеуін, үшеу тұр ғой, міне үшеуін басын бірге бүйтіп қосамыз. Болды. Ары қарай санап отырып тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, міне 8 және де 9. Осы санаған 9 көзшемізге, 9 петляға, осы жердегі 9 өрімге біз тілшесін тоқитын боламыз. Мына жердегі міне мынандай тілшесін тоқитын боламыз. Енді міне маркерді алып тастаймыз. Тағы да тура басындағыдай қысқарту жасаймыз. Міне бір рет алып шықтық, орамсыз. Екінші рет орамсыз жіп алып шығамыз жұмыс жіпте. Және де үшеуінің басын қосамыз. Ары қарай орамсыз бағандар соңына дейін тоқимыз, бекітеміз. Сонымен бұл жерден аяқтаймыз. Келесі біз тілшесін тоқып аламыз. Ақ жіппен тілшесін тоқып аламыз. Одан кейін жандарын тоқитын боламыз. Жоғары қарай көтеретін боламыз. Міне. Соңына дейін тоқып бекітеміз. Соңына дейін тоқыдым, бекіту жасадым. Біреу осылай аламын да.
қиып алып тастаймын. Енді осылай болып шығады. Енді біз осы жерден ортасынан жаңағы санаған 9, екі жақ қысқарды, ортасында 9 болды ғой. Бүйтіп ұстасаңыздар, мына жерде білінеді, екі қысқартқан жер. Былай қарасаңыздар да білінеді, қысқартқан жер. Содан екі ортаны 9 санап аласыздар да. Менде Ализе Бахар ақ жіп, сол ақ жіппен бір қабатты Ализе Бахар жібімен тілшені тоқитын болам. Ол менде көрініп тұр, міне. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. Қазір. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. Жаңағы тоқыған 9-ымыздың тура ортада болу керек. Ол тілше бізде тура ортасында болу керек. Айта кететін бір жағдай, міне, мынау, бұл жерден бірақ өткізбейсіздер мына өрімнің астынан. Тағы да бұл жерде де тілшені мына артқы қабырғасынан тоқитын боламыз. Міне, артқы қабырғасынан. Бахар жібін алдым. Мен ылғи да көбірек қалтырамын жіпті. Өйткені мен инеге сабақтап жасыратын болам. Солай менде әдемі шығады жасырғанда. Біреу. Тура осы, тура міне осы жерден. Осы жерден екі жартылай баған тоқисыз, міне. Жоғары көтерілген көшелер бар, және тағы да екі рет тура осы жерден жартылай баған тоқимыз. Келесіден бір жартылай баған тоқимыз, ораймыз. Келесінің артқы қабырғасынан өстіп алып шығамыз, ораймыз. Келесіден ораймыз. Осылайынан соңына дейін тоқимыз. Бұл жерде бізде жартылай бағандар тоқылады. Алып тастадық. Шеткі соңғы көшеге тоқылады. Тағы да бұл жерде екеу. Екіден қосып отырамыз. Бізде трапеция шығу керек. Міне, бір көше жоғары көтереміз. Тоқымамызды бұрамыз. Енді мына жерден, енді бұл жерде екі өрімнен де бұлай өтуге болады. Бұл жерде біз керісінше жағына бұрған кезде біз орамсыз баған тоқимыз. Және бір жерден екеу тоқимыз, міне. Екеу. Оның жандағы көшеден. Осылай. Осылай.
Енді міне ең соңғы көзше қалды. Ол деген былай артқа қарай сәл орналасады. Міне осы жерден біреу, екеу тоқимыз. Екі орамсыз баған тоқимыз. Бір көзше жоғары көтереміз. Бұл жақта енді қоспаймыз. Көз қоспаймыз. Тек қана жартылай баған тоқитын боламыз. Міне осылай. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, bir, on iki. Жоғары көтереміз. Міне жаңа аудардық. Аударғаннан кейін мына жерде орамсыз баған тоқимыз ғой. Тура бірінші қатарда, екінші қатарда көрсеткендей шеткіден екеу тоқимыз. Мына шеттен тағы да екеу тоқимыз. Сонда осылайынан қиғаш пайда болады. Бұрамыз. Осы жерден ешқандай қоспаймыз. Бұл жерде жартылай баған тоқылады. Жартылай баған тоқыған кезде қоспаймыз. Ештеме. Қанша көзше бар, сол көзшеден тоқып шығамыз. Ары қарай тоқымамызды бұрған кезде тағы да көзше қосатын боламыз. Қосымша. Сонымен осылайынан тура осы қайталана береді. Екі жақта да солайынан кезек-кезек тоқимыз. Бұл жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 қатар тоқимыз. 12 қатар тоқисыздар, 13 қатарда мен тағы көрсететін боламын. Міне осылайынан керісінше жағынан екі шетінен қосып отырып, бағандар қосып отырып, 6 қатар тоқу керекпіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қатар менде тоқылып тұр. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Болды, осы 6 қатарға келдік. Енді екі жағынан қоспаймыз, тура көтереміз. Бізде барлығы 12, 13 қатар көтерілу керек. 13 қатар тоқу керек. Біз 12 қатар өздіктерінізден 12 қатарға дейін тоқисыздар. Міне оң жағында біз жарты баған тоқимыз. Ешқандай қосымша бағандар қоспаймыз. Ар жағына бұрған кезде де ешқандай қосымша баған қоспаймыз. Сөйтіп 12 қатар тоқығаннан кейін мен сіздерге 13-ші қатарды қалай тоқимыз көрсететін боламын. 12-ші қатар менде тоқылды. Егерде тілшесі түсініксіз болып жатса, тілше бірден шыға қою мүмкін бірден шықпайды. Ондай болған жағдайда комментарийға астына жазып өтсеңіздер, мен тағы бір видео именно тілшені соңына дейін қалай тоқылатынын түсіруге тырысамын.
Енді бұл жерде қалай? Мына шеттен орамсыз бағандар тоқимыз. Міне. Ең шетінен бастап 4 көшеге 4 орамсыз баған тоқимыз. Міне, біреу, екеу, мен біреу тоқып қойғам, міне біреу, екеу, міне жерде. Үшінші, мына жерде, төртінші тоқимыз. Орам жасаймыз да жартылай баған тоқимыз. Соңында 4-еу қалғанша. Міне жартылай баған тоқимыз. Мына жерден санаймыз. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу. Керек десеңіздер, осы жерге маркер салып қоюларыңызға болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Міне. Мына жерге мысалға мен маркер қойып қойдым. Осылайынан. Жартылай баған тоқимыз. Бұл әдемілік үшін тілшесі осылай орта жағы сәл шығыңқы болып тұру үшін. Алып тастайын. Маркерді сіздерге түсінікті болу үшін тақ қойдым. Міне, жартылай бағандар ортасынан тоқыдық. Енді біреу, екеу, үшеу, төртеу. Міне, енді басындағыдай орамсыз бағандар тоқимыз. Алты баған, алты қатар қосымша қосып отырып тоқимыз. Одан кейін қалған алтауын қосымша қоспай тоқитын боламыз. Бар айырмашылығы осы тілшенің. Міне қарасаңыздар, мына жер былай шығыңқы болып, осылай әдемі бүйтіп шығыңқы болып тұрады. Мына жерде қарасаңыздар, сәл шығыңқы. Барлығы бұл менде осы ортадан бастағанда, міне 5 сантиметр болу керек болады. Міне 5 сантиметр шықты. Осымен болды, аяқтаймыз. Бұл жерді бүйтіп қиып алып тастасақ болады. Міне. Ал шетіндегі мына әдемілеу үшін жасалған жіпті жанын тоқығаннан кейін бірақ соңында тоқитын боламыз. Әзірге тілшеміз осылай тұрады. Енді жанын тоқимыз. Жанын тоқу үшін негізгі жіпіміз қызыл жіпті аламыз. Міне. Тілше қай жерден? Міне тілшеге. Мына жерден бастап тоқылды. Енді одан кейінгі бір көше тастап кетеміз. Оның жанындағыдан жібімізді өткізіп, мен ылғи да қосалық мына жіпті ұзын қалдырам. Ылғи да айтам, инеге өткізіп, мен онымен инеге өткізіп, оны жасырып қоям. Міне. Тура осы қай жерден көтердік, сол жерге, сол тесікке тағы бір көрсетейін. Міне. Бір көше жоғары көтердік, бекіттік, бір көше жоғары көтердік. Тура осы. Қазір камераны жақындатып жіберейін. Міне. Тура осы көшеге бір жартылай баған тоқимыз.
барлығы жартылай бағанмен тоқылатын болады, өйткені біз жанын бастағанда жартылай бағаннан бастағанбыз. Осылайнан жартылай баған тоқып, соңына дейін мына шетте бір көзше қалғанға дейін жартылай баған тоқимыз. Жартылай бағандар айналдыра тоқып келе жатырмыз. Бастағандағы жіпті бірге тоқып кеттім ар жағынан. Енді оны қалтырам, қиып тастауға болады. Жаңа айтқандай, мына жақтан бір көзше қалтырамыз да, сол жерден тоқтаймыз, одан кейін жоғары қарай шығамыз, тағы да ары қарай қатарлап тоқитын боламыз. Бірақ та оған жетпей, мына тура ортасын аласыздар. Міне, мына жермен де тура ортасы. Үстіп маркермен де белгілеп алуларыңызға болады. Белгілеп қойып, осы жерге дейін, осы жерге міне біреу, екеу. Қалады. Осы екеуін біз қысқарту жасайтын боламыз. Өйткені баланың аяғынан түсіп қалмас үшін, сәл қысып тұру үшін. Біз 2 рет қысқарту жасау керек боламыз бұл жерде. Жеттім керек жеріме дейін. Мына жерді мен міне ортасы дедік. Қысқарту жасаймыз. Қысқартуды қалай жасаймыз? Бұлай. Бұл жерде орамсыз қысқарту жасаймыз. Біреу алдық. Жаңа тоқып келдік қой, тоқтадық, жарты баған. Соның тура жанынан аламыз. Алдық. Енді міне. 2 қатар тұрғаннан жіп шығарып аламыз. Оны осылай бастарын бірден қосамыз. Тура соның жанынан тағы да қысқарту жасаймыз. Міне алдық. Міне алдық. Енді осы үшеуінің басын қосамыз. Енді ары қарай жартылай бағандар тоқи береміз. Жанынан алып, міне жандағы көзшеден аламыз. Жартылай баған. Осылайынан жартылай бағандарды тоқып, мына жерді қалтырамыз да, осы жерге келеміз, жартылай баған тоқимыз. Сонымен осы қатар аяқталады. Жартылай баған. Жасаймын. Міне мына жерде бір көзше қалды, оны қалтырамыз. Бір көзше жоғары көтереміз. Тоқымамызды бұрамыз. Орам жасаймыз да, міне қарасаңыздар, мына жерден өткізіп жартылай баған жасаймыз. Солайнан келесіне осылай жартылай бағандар жасап ешқандай қысқарту жасамаймыз бұл қатарда. Тек қана мына жерден мына жерге келесіздерде осы жерден аяқтайсыздар. Мына шетке келіп, осы жерден аяқтаймыз, жоғары қарай көтерілеміз. Бізде мына жерде бүйтіп саты сияқты бұлай-бұлай қиғашынан байқасаңыздар, міне кішірею керек. Жоғарыға қарай кішірею керек, азаю керек. Міне соңына жетіп қалдым осы қатардың. Мен жаңа біреу мына жерден соңғы көзшені алмайсыздар деген 2 көзше қалтырады екенбіз. Біреу, мына жерде 2 көзше қалтырамыз. Тоқымаймыз. Міне байқасаңыздар, көріне ме? Міне мынау ең шеттегі,
содан кейін мына жердегі осы екеуін тоқымаймыз осы екеуін. Енді жоғары қарай көзше көтереміз де тоқымамызды бұрамыз, орам жасаймыз және осы ең бірінші тұрған көзшеге бір жартылай баған тоқимыз. Ары қарай тура осылай жартылай бағандар тоқи береміз. Тек қана көрдіңіздер ме, саты сияқты болып тұр. Тек қана мына жаққа да міне мынау шеттегі біреу, екеу, осы екеу тоқылмайды, мына жерге кеп тоқтаймыз. Міне сонда осы жерде де міне саты сияқты осындай болып тұру керек. Қатарымыздың соңына жетіп қалдық. Мына жерде біреу, екеу. Екі көшені тастаймыз. Үшіншіге жартылай баған тоқимыз. Жоғары қарай көтереміз. Міне қарасаңыздар, бұл жерде де міне саты пайда болады, қазір көресіздер. Орам жасаймыз. Тоқымамызды бұрамызды орам жасаймыз. Ең бірінші көшеге жартылай баған тоқимыз. Ары қарай осы қатар бойы ешқандай өзгеріссіз жартылай баған тоқитын боламыз. Енді солай қайталап тоқи бересіздер. Мына шетке келген кезде ең бірінші біреу, екеу, осы екеуін тоқымаймыз. Мына жерде үшіншіге келіп тоқтаймыз. Жоғары қарай көтереміз, тағы да қатар жасаймыз. Міне соңына келдік. Енді ар жақтан басталып бері қарай өткендіктен бер жағында үшеу саты болып тұр да, ал мына жаннан қарағанда 1, 2, 3, 3,5 саты болып шығады. 3 саты. Осы жерден аяқтаймыз. Қиып алып тастадық. Енді Alize Softy деген жібіміз бар. Ол декоративный. Сонымен не бағана қалдырған жеріміз бар ғой, міне жерде, екі ортада. Соған кіргізіп, мына жерде бекіткен кезде мына жер былай жақсы шығу үшін былай айқастырып жібересіздер. Мына жіпті айқастырып, содан кейін барып мынаны былай өткізсеңіздер болады. Содан әрбір мына жіпті жасырып қоюымызға болады. Жиектеп орамсыз бағандар тоқып шығамыз. Байқап отырсыздар, қай жерден аламын? Міне енді мына жерден аламын. Енді мына жерден аламын, бұрыштан. Енді үстіндегі мына көшеден аламын. Енді мына жерде тұр ғой. Осы жерден. Енді мына жердегі бұрыштан аламын.
Ең төбедегі бұрыштан алам. Енді ары қарай жанын әрбір көшеден бір орамсыз баған тоқимыз. Айналып келеміз, орамсыз бағандар тоқимыз. Төмен қарай тура жаңағыдай төмен қарай түсеміз де. Мынау жерден көше көрініп тұр, осы жерден бекіту жасаймыз. Болды, сонымен жектеп боламыз. Соңына келдік. Міне екі ортадағы қалтырған көшеміз тілшемен екі ортада. Сол жерге әкелеміз де. Осылайынан бекіту жасадық. Қиып тастадық. Бұны инеге сабақтап жасыратын болам. Мынау тұрған жерлердің астынан бітіп өткіземін. Содан кейін барып қиямын жібімді. Мына жақта да солай істеймін. Енді міне тілшеге тағамыз. Тілшенің мына жерден бастап Alize Softy жібімен жиектеп шығамыз. Айналдыра орамсыз бағандар тоқып шығамыз. Осылайынан айналдыра, міне айналдыра осы жіппен тоқып шығамыз. Артындағы жіптерді сосын жасырамыз. Мына жерде әрбір көшеге бір баған, орамсыз баған тоқып, содан кейін астыға қарай түсеміз. Әрбір міне көрініп ашық тұрған жерлерге күршегімізді өткізіп, осылай мына жердегідей айналдырып тоқып шығамыз. Болды, содан кейін артындағы жіптерді жасырып қоямыз. Инеге сабақтап жіптерді мынаулардың астына өткізіп жіберсеңіздер болады инемен. Шеттерін жиектедік ақ жіппен. Енді не қалды бізде? Енді мына бау қалды. Бауды қарама-қарсы, өздеріңіз білесіздер, мынаны былайынан жөндеп қойса, жақсы жөнделіп тұрады. Әзірге бүйтіп ішіне қарай кіргізіп қойдым. Бауды мысалға менде суретті табан болғандықтан қарасаңыздар. Мына жақ менде іш жақ, мынау іш жағы. Іш жағы жапсырғышы сырт жағында тұрады. Тура солай енді мен іш жағынан мынандай бау тоқу керек болған. Оны қалай тоқимын? Бау тоқу үшін санайсыздар. Мына жерден 1, 2, 3, 4, 5 баған. Екінші қатар ғой, тоқыған не? Екінші қатарда 5 баған санаймыз. Мына бірінші қатар, мына екінші қатар міне. 1, 2, 1 баған, 2 баған, 3, 4, 5. Міне 5 баған деген мына жер бізде. Астынан жақтан санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. Осы жерден крючогымызды кіргіземіз. Осының астынан кіргізіп біз крючокты. Мына жерден. Осы жерден крючок кіргіземіз. Ар жақтан
ар жақтан жібімізді алып шығамыз. Енді тамбурный шов дейді ғой, сондай шов жасаймыз. Оны қалай? Оны біз былай қиғашынан жасау керекпіз. Не, осылайынан болу керек бізде. Мынаған параллель болу керек. Осынан қиғашынан 5 өрім жасау керекпіз. Мысалға, мынау бір өрімге саналады, мынау 2 өрім. Қиғашынан 3 өрім, 4 өрім және қиғашынан болу керек, былай қарай 5 өрім. Сонымен қараңыздар, қай жерден аяқталыпты. Аяқталыпты, тура міне мына жерден аяқталу керек. Осы жерден 6-шыны жасаймыз. Болды, сонымен осыны шығарып аламыз. Жібімізді қиямыз. Міне, бер қарай тартып шығарып алдық. Енді крючогымызды ар жағынан салып, ар жағынан өткізіп, мынаны, мына жіпті арт жағына шығарып аламыз. Міне, бұл жерде мен мынандай өрім қалды. Ал мына жақта мынандай 2 жіп. Бұл 2 жіпті әзірге қимаймын. Мен тек қана өстіп фиксация жасап байлап қоям. Қазір шешіліп, тоқу барысында шешіліп кетпес үшін. Одан кейін ол шешіледі. Бұл жіп шешіліп қалады тез. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 баған тоқиды екенбіз. Міне, ең бірінші өрім бізде. Бағана жасаған өрім бі? Осы өрімге қоямыз. Крючогымызды өткіземіз. Тағы да ар жақтан жібімізді алып шығамыз. Жібімізді бүйтіп біраз ораймыз. Мына жаққа өткіземіз. Жоғары көтереміз. Тура осы жерден тағы да біз енді бүкіл жартылай бағанмен тоқылды ғой, сондықтан біз бұл бауды да жартылай бағанмен тоқитын боламыз. Жартылай баған тоқимыз. Осы жерге жаңағы жібімізді бірге алып кетуімізге болады. Екінші өрімге өтеміз, екінші баған болады. Үшінші өрімге өтеміз, ол үшінші баған болады. Төртінші өрімге өтеміз. Көрінеді, төртінші өрімге, сосын бесінші өрімге өтіп, біреу ғана ілініп қалмасын, екеуі де ілінсін. Міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болады. Қазір жуандығын көреміз. Келді ма, келмеді ма? Бұрдық. Бірінші. Шеттен біреу алу керекпіз. Мынау шет, ең шетінде біреу тұр. Осыны аламыз. Сонда осылай шығады. Енді мына екеуінің жуандығын қараймыз. Жуандығы бірдей. 6 баған болу керек қой бізде. Енді осы 6 бағанды жартылай баған қып тоқимыз.
тоқымамызды бұрамыз, жартылай баған тоқимыз, тоқымамызды бұрамыз, жартылай баған тоқитын боламыз. Сонда барлығы менде сантиметрмен айтып жіберейін сіздерге. Менде 9 сантиметр болады екен, міне. Бауы 9 сантиметр. Осайнан 9 сантиметр болғанша тоқи береміз бауымызды. 9 сантиметр болғаннан кейін жібімізді қиямыз. Болды. Сонымен бауымыз дайын болады. Бауын тоқыдық. 9 сантиметр. Өлшедім, 9 сантиметр болды. Міне. 9 сантиметр. Бұл жерге міне осындай липучка аласыздар. Липучканы шетін міндетті түрде доғал қылып қиып тастағандарыңыз дұрыс болады. Өйткені баланың ышқа жерін қыры ауыртып тастамайтындай. Липучканы міне қызыл жіппен іш жағынан тігесіздер. Міндетті түрде ақ жіппен тіксеңіздер, бер жақтан көрініп қалады. Сондықтан мен қызыл жіппен тіктім. Енді тек қана бізде қалғаны сол липучканы тігу. Оны енді өздеріңіз тіге аласыздар деген ойдамын. Міне, жапсыратынды тігесіздер. Енді қалғаны бізде мына жердегі тігісті қалайынан тігеміз, тоқимыз бұны. Ол үшін мынау шетінен алғаш бастаған кезде тоқымамызды біз арғы қабырғасынан біз бастаған едік. Енді бергі қабырғалар қалған болатын. Сол бергі қабырғаға мына ақ жіппен тігіс салып өтеміз. Ол үшін бергі қабырғасы қалды ғой бізде. Сол қабырғаға осылайынан жіпті өткіземіз. Бір көзше жоғары көтереміз. Енді соның жанындағы қабырға бар. Сол қабырғадан күршегімізді өткізіп, бірден бекіту жасаймыз. Оның жанындағы күршегімізді кіргізіп, жіпті алып шығып, бекіту жасаймыз міне. Біз бекіту жасаушы ек осындай. Міне. Бұл басқадай атауы тамбурный шов деп аталады. Бұл жерде сіздер қатты қысып жібермеңіздер. Қатты қысып жүрсеңіздер бүрісіп қалады. Қатты қыспай, сондай қатты бос қылып болбыратып та жүруге болмайды. Орташа өстіп осылайынан айналдыра тоқып шығамыз. Сонда мынандай шетінде мынандай тігіс пайда болады. Осылайынан айналдыра соңына дейін тоқитын боламыз. Сонымен біздің аяқ киіміміз дайын болады. Міне сонымен біздің аяқ киіміміз тоқылды. Мынандай жапсыратын жапсырғыш липучка осындай аламыз. Болмаса түймейді қадауға болады. Мына екі ортада бір-екі көзді қалтырып кетіп, үстінен бос көзшелер алып, қайтадан қосып, солайынан түймеде жапсыруларыңызға болады. Қызыл жіппен жапсырғышты өздеріңіз жапсыра аласыздар деген ойдамын. Сонымен біздің аяқ киіміміз толығымен тоқылып аяқталды.
сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міне. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойсаңыздар, келесі жолы жаңа жұмыстарым сіздерге көрініп тұратын болады. Сау болыңыздар.